Сабырдан незакет. Муэллиф Севиль Карашай. Күз соңки күнлеріні яшар екен, адамларнен ведалашмақтадыр. Орталықны сувуқ сарып ала. Күн ярығында яғмур яқса, гежелерні аязлар баса. Кичкене койчыкның сакинлері қышқа азырлаған одунларыны яваш-яваш қолланып, өз юваларыны қыздырмаға чалышалар. Сувуқлар себебінден ара-сыра электриклер де кесіліп башлады. Амма бұңа әркесенді алышты. Кимі йоқламаға ята, кимі мумларны чықара, кимі эвел олғаны кебі фетиджен лампаларыны яқып отырмақта. Бір айле чаресіне көре өз мұйтыны сақламаға тырыша. Қаранлықта көрінген арық, орта бойлу Асене ламбаны яқып, оны маса ортасына ерлештірді. Кичик атеш одадаки адамларны ярықлатты. Сарышын ақайы Асан ве қарарнен 6 ве 4 яштаки эки оғыларының көлгелері дуварда шең ойнап башлады. Ама бұңа бақмадан айле азалары бүгін сусқун. Баба анасының кедеріні кичкене оғланчықлар да ис ете. Әлбетте, әркесінің өз қасеветі бар еді. Бір қач айдан берлі не конфет, не де мейве көрген балачықлар арзуларға далып отыралар. Анасы яқынлыша ятқан доғымыны ве евдеке ағыр вазиетні эсаплай. Бабасы есе ярым елдан берлі иш тапамайып айлесінің насыл бақажағыны тұшынып отыра. Ламбаға бақып ич кемсе сакенлекні бозмаға істеймей. Мұғаймаңыз балаларым, яваштан башлады айле башы. Да біраз сабыр етсек Аллах бізге иляки ярдым етер, да чоқ дуа етейік, гежелернен тұрып оңа ялварайық. Тек инаныңыз ве башларыңызны егмеңіз, бұ имтианны берабер кечерміз. Кечкен соң есе, мен өзіме бір роба шоколад ве конфет алырым, деп қованды кечкене Осман. Мен есе буздолабымызны дондурманен толдырырым, девам етті екінші оғыл Сейдамет. Сен оны дондурманен толдырсаң, мен етні қайда сақлажағым? Шақалашты Асене. Етні ойледе ашармыз. Сақламаға ажетті де қалмас, деп күлді Асан. Ана, баба, мен сізлерні пек севем. Юксек сеснен айтты Осман ве ана бабасыны оқшамаға ашықты. Сейдамет те бұны көріп арта қалмаға істемеді. Сақ олыңыз, балаларым. Аллаға бинлерже шүкірлер олсынсыз янымдасыңыз, деп яшланды Асан. Шудаққа қапы қақылды. Ким екен бұл саатте? Деп Асене қапыға яқлашты. Анда есе Асанын эки доғмуш қардашы, омур арқадашынен берабер, хабер тебер алмақ үшін мұсафырлікке келгенлер. О, сой-соп демейсіңіз, бір қабеге де кірмейсіңіз, деп башлады мысқылламаға да евге кірмеген Зибиде. Ана, сызны беклегенже қар яғар деп, озымыз келдік. Селям алейкум. Алейкум селям, хош келдіңіз. Киріңіз, босағада турмаңыз, деп жавапланды Асан. Шишман вечеркин қадын ақайыны итеп ичериге кірді. Соңки модаға көре алынған тоныны чықарған сон Асенеге яқлашты. Ве құлағына яваштан фысылдап, «Асылында», деді о, «саңа бір хаберім бар, сабаға же даянымаз едім. Абыны ал, сізге кетірдік», деп қолына кичкене торба ұзатты. «Мұсафырлікке барғанда яныңа бір шей алмақ керек, сүннеттір», деп қылынып күлді Зибиде. Асене қызарды. Кечкен сефер оларға барғанда яныңа іч бір шей алып оламады. О күні өтмекке біле зар-зорнен капик тапып олды. Ама айтылған лавқа индемеді. Асан мұсафырлеріні салонға давет етер екен, Асене Зибиденен ашханеге кірділер. «Мын Асана хаберім!» Апансыздан қычырып айтты Зибиде ве пармағындаки бұюк бриллиантлы юзюкны көстерді. Асененің бурны ұжундан бір қач кере кечкен юзюк инанылмаз дүлбер ве парлақ еді. «Машалла», деді яваштан Асене, «эйлікнен қолаң, пек дүлбер юзюк». «Сағыл, дарысы істегенлерге олсын. Әлбетте, мында тек істегі аз olur. Ең азы менің бекерім кебі престиж бір іште çalışмақ керек.
О да колай де гөлебет. Ойледір, ама эрше Аллахтан зебедейінге унутма, деп күлімсіреді Асене ве долапқа таба адымлады. Зебедейінге қавеміз қалмады, чай дамлажам, жаныңыз ағырмасын. Жүрятсыз, деді Асене. Ама, санки қаве içмеге келдік, деді Зебеде ве салонға шықты. Асене бір вақыт мақсус мұсафірлер үшін сақлаған яңы чайны қыдырмаға башлады. Ер ярылды, тапып оламады. Вай Аллахым, шымды не апажамыз, чаймыз да yok ки. Деп масқара олажақларыны тұшынды. Чүнки Зебеденің кескен тілі бір шеге тисе, бүтін кой білежек. Шу арада қадын кетірілген торбаға бақты. Аллахтан içinde чай ве қорабие бар еді. Асене қувана кетірілген шейлерні пакеттен чықарып, софраны донатмаға ашықты. Чайны дамламақ невбеті келгендейсе, не көрсін? Кетірілген идее енді açылған, атта бір парчақ қоланылған кебі көрінеді. Чоқ вақыт тұрғаны үшін яда хусусиеті себебінден қоқысы ичті хош келмейді. Асене кедерленді. Барып тербейсізлік аққында айтажақ еді, ама тоқтады. Ве хайрлысы, деп өзіні сәкенлештірді. Жаным, Бекир, bu evde қаве бермейкенлер, башқа чаре yok, енді чай içecekміз. Деп мысқыллап атлатты Зебеде, Асене одаға керген соң. Қавеміз олмаса да, чайымыз пек güzel, қоқылы, sevgili мұсафірлерінің едиесі, деп кесті Асене ве пиялаларға чайны токып башлады. Бекир бір ютум япқан соң, бесе белі тадыны хатырлады. Чырайы бозылды. Софраға бақты. Тепседе дүлбер тізілген қорабиелеріні де таныды. Бір қач күн евел оларны ескергені үшін чөплікке атмаға авале еткені ақлына келді. Апайына серт бақты. Шудаққа Зебеденің юзю морланды. Нефрет толы көзлерінден Асененің тарафына қығылчымлар учты. Еч бір шей анламаған қонақбай сәкенлікні бозмақ үшін «Бұйырыңыз, алыңыз, софрамыз садедір, айып етмеңіз, Аллахның бергеніне шүкір етеміз», деп чай пияласыны еліне алды. Асене башыны егіп, «Дин қардашыңны қабатламақ еріне илкевеля оны ақлайжақ себеплеріні тапмалысың», деп тұшынды. Ве içinden Аллахның емріні еріне кетірмеге тырышты.